Сіздермен бірге бүгін біз осындай сумка тігетін боламыз. Қаншайым сумка деп жатады. Сіздермен бірге Циркүл Медетбайқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мынандай түрінде тігуге болады. Мынандай түр. Бүгін біз мына түсін тігетін боламыз. Сіздерге ақ параққа эскизін лекалысын қалай сызып алу керек көрсетіп өтейін. Осындай ақ парақ аласыздар. Бұлайынан 29 қып аласыздар. Примерно көрсетіп жатырмын. Бұлай 25 қып аласыздар. Мінекей. Бұл енді примерно осылай болып есептейік. Мінекей, мына беті 29. Мына беті 25. Мінекей, 25-те 29 қып есептеп аласыздар. Енді мына шетінен бастап, мына бұрышынан 7 сантиметр 2 миллиметр, мына жағынан да 7 сантиметр 2 миллиметр өлшейсіздер бұлайынан. Мінекей. Астында дәл сондай қыласыздар. Астыда 7-де 2, 7-де 2. Мына 25-ті 2-ге бөлесіздер. Сол кезде 12 жарым болып келеді. Мына ортасы 12 жарым. Осы 12 жарымға мына 7-де 2-ні бұлай сызып аласыздар. Мына жақты да бұлай сызасыздар. Мына осындай. Мыналар керек емес. Мынау керек емес. Сол кезде сіздерге осындай лекалы керек болады. Сумкаға. Бұдан бір дана керек болады. Тағы да дәл сондай қып сызасыздар. Бұдан бір дана, осындай толықтан бір дана сызасыздар. Енді екінші тағы да керек болады бізге. Міне. Бұны да 29, 25 деп алайық. Бұның бізде мынадан, мінекей, мына 29 жаңағыны өлшеп дәл сондай қиып аласыздар бұны. Бұлай қып, қиып дайындап қоясыздар. Дәл сондай қып. Мінекей, мына жер 7-де 2, 7-де 2, осындай қиып аласыздар. Бірақ бұл жерде, мына жерде 12 жарым болып келді ғой, мына арадан, мына екі жердің ортасы 12 жарым. Мына жер 12 жарым, мына 12 жарым болады. Содан сіздер мынадан төмен қарай 7 сантиметр аласыздар. 7 сантиметр өлшеп аласыздар. Надан былай. Надан да былай 7 сантиметр. 7 сантиметр. Сол кезде былай 7 сантиметр қиып аласыздар. Енді мынау бізге керек жоқ. Мынау керек жоқ. Мынандай қиып аласыздар. Мынаны қиып тастайсыздар. Мыналарды қиып тастайсыздар. Мінекей. Сол кезде бізге бұдан 2 дана керек болады. Түсінікті ғой, Мінекей. Мына жоғардан 25 сантиметрді ортасын бөлген кезде 12 жарым. Мына жоғардан 12 жарымға дейін есептелген жерден жоғардан төмен қарай 7 сантиметр есептейсіздер. Сол кезде мына жер былай қиылады. Бұл сіздерге, мен сіздерге бұны былайынша түсінікті көрсетіп жатырмын. Енді соны мен дайындап алған лекалым, мінекей. Мынау дайындап алған лекалы. Дайын тұрған лекалы осындай. Бұдан бізге 2 штук керек болады. Міне, көрдіңіздер ғой. Мынау тұрған лекалы, мінекей, мынау тұр. Ал мынау жаңағы 29-да 25 қып түгел өлшеп алғанымыз. Мінекей, осыдан біреу, мынадан екеу аласыздар. Мінекей,
мынандай қойған кезде мына жерден 7 сантиметр қиылады. Сол кезде осындай жарты шығады. Түсіндіңіздер ғой, мынадан екеу, мынадан біреу. Сосын мынандай сумканың жандай ашылатын жері, қақпағы деп айтамыз. Примерно осындай қып, доңғалғып, лекал жасап аласыздар. Оны кейбіреулер төртбұрышты қияды, кейбіреулер доңғалық қияды, әркім әртүрлі. Бұны сумкаңыздың мына шетіне ашылуға ыңғайлы қып есептейсіздер. Кейбір жерлерде 22-23 болады, кейбіреулердікі 20 болады. Мына жерде менің сумкамның ұзындығым, мына жерде мысалы 20 сантиметр ма? Мына жер 20 сантиметр болып тұр. Ал сіздер одан 1 сантиметр сәл төмен қылып мына жерде қиып аласыздар. Мына жағын 20 сантиметр қылып аласыздар. Мынадан былай, сосын мына жерін примерно, мен қазір өзім өлшеп алайын. Менде 17 сантиметр болып тұр. Ұзындығы 17 сантиметр болып тұр, ені 19 сантиметр болып тұр. Осындай қып қақпағына біреуін қиып дайындап қоясыздар. Қиып дайындап алдым. Мынау основной деталь, ортасындағы бір мінекей. Мынадан біреу қиып аласыздар сыртына. Мынадан жартысынан екеу қиып аласыздар. Мынадан екеу қиып аласыздар. Мынау қалпағы, ашық есі, жандай несі дейді, жаңағы сумканың ашылып жабылатын жері. Сосын тұтқасына осындай ұзын қып, өздеріңіздің қалауыңызбен, кейбірлер иыққа салып жүретін қып істейді, кейбірлер тұтқа қып ұстайтындай қып істейді. Сондайдан лента қиып аласыздар. Бұл лентаны мен 7 сантиметр қиып алдым. 7 сантиметр қиып алдым. Өйткені қазір жұмыс барысында қалай пайдалану керек көрсететін боламын. Мынадан астарлық матадан біреу, фетрден біреу қиып аласыздар. Мінекей сыртқы қабаты, ортасына фетр, астарлыққа тағы мата аласыздар. Сосын бізге касабека керек болады. Ал жұмысымызды бастаймыз. Мындай фетрді қиып аласыздар. Астарды дәл осындай қиып аласыздар. Астар, фетр бәрін қиып аласыздар. Мына фетрге енді мынадан былай қып, мынадан былай тігіп шығамыз. Астары мынандай болады. Енді астарына мынаны қойып, айнала бір тігіп өтеміз.
мынандай қылып тігіп аласыздар. Мына беті мынандай болады. Мына сумканың аузын мен етек жағын мынандай прямой қылып кесіп қойыппын. Олай емес, мынандай домалақ қылып аласыздар. Мынау сумканың аузы. Касабекмен өңдеп жібересіздер. Енді мына екі шетіне, мына екі боковойына, мына екі жартыға ою жапсырсаңыздар да болады, принттен бір не жапсырсаңыздар да болады. Әркім өз қалауларыңызбен, немесе осылай қоюға да болады. Мен мынандай екі ою жапсыратын боламын. Кәдімгі қошқар мүйіз бұл. Қошқар мүйізді қиып, осылай екі шетіне жапсыратын боламын. Енді сіздер әрқайсыңыз өздеріңіздің қалауларыңызбен ою жапсырсаңыздар да болады. Мынандай принт болады, принт жапсырып қойсаңыздар да болады, былай ортасына. Ол да әдемі көрінеді. Осылай жапсырып қойсаңыздар, ол да әдемі болып көрініп тұрады. Мен былай ою жапсыратын болып шештім. Бұны өтекке басып, мына жағы паутинамен клейленген. Паутина өтектеп клейленген. Бұны былай туралап қоямыз да, ыстық өтекпен басамыз. Бұлмен басып, зигзагпен жүргізіп аламыз. Мына оюды қалай жапсырып, зигзагпен қалай тігу керегі менің каналымда бар. Көрсеңіздер болады. Каналымда видеосы бар, соны көрсеңіздер болады. Мынандай тігіп алдық. Екеуін. Енді бұл екеуін мынаған қосып тігесіздер. Мінекей, мына шетін мынаған қосып біріктіріп тігеміз бұлай. Мына жағын, мына қарама қарсы тігеміз екеуін. Мына қараңыздар. Мына ортасы, мынау ортасы. Соған мынаны әкеп, бейтіп тігеміз. Мынаны бұлай тігеміз. Сосын, мына бетіне мынаны тігеміз бұлай. Мінекей, осылай тігіледі. Алыс болып көрінбей жатыр ма? Мына осылай тігіледі. Мына екеуін бұлай тігеміз. Мына бұлай қоямыз да, үстіне тігіп аламыз. Мына шеті тігілді. Енді мына шетін тігеміз. Мына шеті тігілді. Екі шеті тігілді. Енді біз мына ортасы ашық қалды. Бұл ортасы ашық қалды. Несі? Бұны біз касабекімен тігіп жібереміз. Екі шетін касабекімен тігіп аламыз. Мынандай касабекімен тігіп аламыз. Екінші шетінде касабекімен тігеміз. Мына екі шетін өңдеп алдық. Енді мынаны тігеміз. Мінекей, мынаны былай тұрған. Мына орта тұрған. Мынаны былай жабамыз да. Мынаны
былай тігеміз. Мынаусын былай тігеміз. Мына бетінде сөйтесіздер. Мына шетке дейін тігесіздер. Нара ашық қалады. Мынаны да солай болады. Мынау да мына шетке дейін тігіледі. Мына шетке дейін тігіледі. Мына ортасы ашық қалады. Екеуінің біріккен жері ашық қалады. Мынандай болды. Бірінші бір жағын тігеміз. Мінекей. Нарадан бастап былай тігеміз. Мына екі шеті тігілді. Мынаның екі шетін тігеміз. Мына жерге. Мына екі шетін тігеміз енді. Мына жермен мына жер тігеміз. Осындай болды. Енді мына шетінің барлығын касабекмен өңдеп аласыздар. Жер қалып қойды. Нараны касабеклейміз. Сосын мына шетін мынаны былай тігеміз. Мына шетін былай тігеміз. Мінекей. Мына екі шет қалған жерін тігеміз былай. И мынаны тігеміз былай. Біріктіріп біріне-біріне. Мына жер ашық қалады. Мына екі шерін тігіп жібереміз. Bunu da kasabekмен өңдеп жібереміз. Болды. Енді бұны кері бәрін теріс айналдырып аламыз. Мынандай сумка шықты. Іші мынандай болады. Енді мына жерінде касабекмен өңдеп шығамыз. Касабекмен өңделді. Енді мынаны мына жерге, мына тұсқа, дәл сол тұсқа кеп мынаны былай қондырамыз. Мынандай енемен түйреп аласыздар да тігеміз. Мынандай сумка болды. Арты мынандай болды. Іші мынандай болды. Мына жеріне кнопка қадаймыз. Кнопка болмаса түйме қадауларыңыз қада болады.
әрқайсыңыз өзіңіз не қалайсыздар, соны жасауға болады. Енді мынау тұтқасына былай екі бүктеп тігіп аласыздар. Бұған енді жасыл болғаннан кейін, бұған түспа, жасыл түс жіппен тігу керек. Негізі мынандай темірлері болады, мына екі шетке қоятын сумканың темірлері. Соған арнайы бүйтіп кигізетін болса, вообще күшті қатып кетер еді. Менде қазір ондай болмай тұр, таусылып тұр. Сондықтан мына шетіне ғана тігемін. Мына шетіне қайырып тігемін екеуін, екі жағына. Мына мынандай бір тігем, сосын мынандай бір тігем. Тіктік, енді мынаны басып, тағы былай бір тігіп жібереміз. Мінекей, көрініп тұр ма? Екі рет жүріп өтесіздер. Мынандай болды. Енді екінші жағына жасаймын, дәл сондай қып. Енді мен тұтқасы ұзын болып жатыр, көбісі иыққа салып жүреді, көбіне. Егер сумочка қылатын болса, мынандай темір болады, қайырып қысқартатын, сондай темірмен қысқартуға болады. Пока мен мынандай қып тігіп жатырмын. Мына қақ ортасы мына жерге былай тігіп аламыз. Мынандай сумка шықты. Мына жеріне кнопкаға қадаймыз. Мынандай сумка болды. Кнопкасын қадап қойдық. Мына жерге қададық кнопкасын. Әрі ою сары болғаннан кейін сары түйме тақтым, сары кнопка тақтым. Іші осындай болды. Осындай қып тігіп сатсаңыздар да болады. Өздеріңізге біреуге сыйлыққа, ертең 8 мартқа сыйлыққа тігіп берсеңіздер, өте риза, барлығы риза болып қалар еді. Видео ұнаса лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Серікгүл Медетбайқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.